күнде келген кездегі айтатын сұрақ, бізде неден бұл пайда болды, бізде тұқымда ешқандай жоқ, бұл қайдан пайда болған нәрсе, бұл кете ма деген шарқ ұратын ананың жан айқайынан туындайтын сұрақтар шын айтса күнде естиміз. Жалпы эпилепсияның жасына байланысты пайда болатын эпилепсиялар жалпы 3 топқа бөлінеді. Бұл фокальды эпилепсиялар тобы, бұл генерализованный эпилепсия топтары және эпилептический энцефалопатия, яғни бұл эпилепсияның ішінде ауыр топтамалар. Яғни фокалды эпилепсия топтары ол туылған күннен бастап, бірінші күннен бастап, ол кез келген жасқа дейін 80 жастың арасында кез келген уақытта пайда бола береді. Енді генерализованный эпилепсия топтары бұлар бірыңғай балалық шақта ғана пайда болады. Ол үлкен жаста олар пайда болмайды. Және үшінші топтама бұл мидың даму ақауларының күрделі түрлері. Ол жерде тек қана эпилепсиядан бөлек ол әр бастаудың өзінің бір себебі бар деген сондай түсініктер бар.